құрметті достар, бізде бүгін әлеуметтік сауалнама жүргізілетін болады жастардың арасында. Қазіргі таңдағы жастар қандай бағдарламаларды біледі, осы мемлекет тарапынан жасап жатқан? Соны анықтаймыз. Кенже кеттік. Мемлекет тарапынан қандай да бір жастарға қолдау білдірсе, қандай ұсыныс тастар едіңіз мысалы? Ұсыныстар білім бойынша және мысалға отбасылар бар, которые олар балдарын не полностью могут содерживать, и сондай балдарға толық емес отбасыларға жағдайын істеу және де білім бағдарламасын жаңарту. Какие программы знаете, государственные программы, которые именно для молодежи? Да, помощь, например, скажем, от государства. Честно, вот на ум приходит у меня программа «Болашак», типа для студентов, потому что государство дает такую хорошую возможность отправиться за границу. Это во-первых. Во-вторых, если я не ошибаюсь, там период семестра, учишься и работаешь, там зарабатываешь, получается, получаешь опыт, новых знакомых, тем более за границей. Это очень крутая возможность. Вот я сама учусь, собираюсь тоже по этой программе отправиться в следующем году. Вот. Блин, классно, мы пожелаем вам удачи. Вот. До свидания. Мемлекеттік бағдарламаларды білесіз ба? Немесе атап өтсеңіз? Жастарға арналған, яғни қазақ тілін одан әрі мен дамытады. Мысалы, қазіргі таңда бізде орыс тілінде, мысалы Қазақстанда тұрса да, орыс тілінде көп сөйлейтін қыздар, балдар көп. Сол үшін қазақ елі деген әдейі школ, оны кішкентай жастан бастап қабылдайды. Сол қабылдаған кезде сені қазақшаға одан әрі баулайды. Яғни, мысалы, айтады ғой, басқа елдің тілін меңгерген жақсы ғой енді, бірақ басқа тілге қатты еліктеп кетеді да. Сол үшін қазақ елі бағдарламасы кішкентай жастан бастап балдарды қазақ тілге баулайды, и соны ары қарата үйретеді. Керемет. Жасыл ел бағдарламасы туралы. Жасыл ел, иә, оқушыларға, студенттерге жақсы негізі. Дипломмен ауылға енді бітіріп кеткеннен кейін 3 жыл жұмыс істейді, қателеспесем. Негізі тағы да қосқан дұрыс сияқты. Әсіресе студенттерге. Бізде қазір социальный опрос болып жатыр, мемлекеттік бағдарламалар туралы. Негізі бағдарламалар айтасыз мемлекетте, көп қой негізі ондай. Қандай мысалы? Ең бірінші дипломмен ауылға бағдарламасы бар. Қазір мысалы ауыл аманаты бағдарламасы бар. Тағы қандай, мысалы 7-20-25 мен үй алдым деген сияқты да. Үй алдыңыз ба? Құтты болсын. 1,5 жыл болды. Сосын тағы қандай бар. Көп программалар бар негізі. Мысалы үй алуға, бизнес бастауға, сосын жаңадай жұмыссыз азаматтарға да осы бір не болды, қайтарымсыз қаржы сондайлар болды. Мысалы ауылдық жерде мысалы мал аулауға уақытында құнан деген бағдарлама болды, жылқы алдау деймін ол уақыттарда. Сондай негізі программа көп. Жақсы, рахмет аға. Жастарға қандай да бір мотивация бере аласыз осы айтылған бағдарламалар туралы, және де не істеу керек? Негізі просто мына бағдарламаның өзі шыны керек мотивация да. Не істеймін, қалай істеймін деген кезде көмек. Енді әрі қарай тек өзінің еңбегі ғана мотивация деп ойлаймын. Мына бағдарлама өте жақсы ұйымдастырылған, енді көп мүмкіндік беріп тұр ғой. Осының өзі жарты мотивация деп ойлаймын, қалғаны өзінің ерік жігері. Отбасыларға барлық, мысалы өзім мен өртке қарсы қызметін жұмыс істеймін. Бізде қазір мысалы кеше мектепке жол акциясы жүргізілді. Ол ерікті түрде, ешкімді қинамайды ол жерде. Сонымен қатар әртүрлі мешіттерде тоже сондай жүргізіп отқанын көрдім, алдында біраз жерде фото видеоларын. Мен өзім кезімде, енді бала кезімде отбасымызда көп адам болдық. Бізге де жағдайын үкімет жағынан барлық тарапынан қолдау көрсетілді. Яғни мектеп кезінде асханадан тамақ тегін берілуі, сосын киімдердің, спорттық киімдер, дәптер деген сияқты заттарды бізде толық. Мектепте жалпы сол жағынан, былай негізі киімдермен де қамтамасыз етілді. Сол жалпы енді былай беріліп жатыр. Басқа білмеймін қандай жағынан енді. Ең керекті сол ғой оқушыларға, ең басты білім жағы қазір баяғыдай